Саламатсыздар ма, бірінші сынып білім алушылары? Математика пәнінен онлайн сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы пиктограмма, диаграмма. Диаграмма және пиктограмма құру. Оқу мақсаты: деректерді жинақтау, жүйелеу, толықтыру. Қолда бар құралдарды пайдаланып, кесте, диаграмма, пиктограмма, гистограмма құрастыру. Балалар, пиктограмма дегеніміз затты белгілеу үшін қолданылатын сурет немесе таңба. Ал диаграмма дегеніміз тік төртбұрыштардан немесе шаршылардан тұратын сурет. Ол мәліметтердің ара қатынасын көрсетеді. Мысалы, әже ет, картоп және орамжапырақ қосылған самса пісірді. Суреттегі пиктограмма мен диаграмманы салыстыр. Диаграмманың әр бағаны нені білдіретінін көрсет. Қазір балалар, мына жерде берілген самсаларды санайық. Ет қосылған самса. Қане бәріміз бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Балалар, ет қосылған 6 самса бар екен. Келесі самса. Картоп қосылған. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 картоп қосылған самса бар. Келесі, орам жапырақ қосылған самса. 1, 2, 3, 4, 5. 5 орам жапырақ қосылған самса бар. Балалар, бұл сурет арқылы көрсетілген пиктограмма. Ал мына жерде тік төртбұрыштар арқылы көрсетілген диаграмма тұр. Осы самсаларды біз қазір диаграммада көрсетеміз. Қане бәріміз қызыл түсті тік төртбұрыштарды санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Балалар, 7. Қызыл түсті тік төртбұрыш жетеу екен. Бізде қай самса 7 дана? Әрине, картоп қосылған самса бізде 7 дана. Сонда қызыл түсті тік төртбұрыштар ол картоп қосылған самсаны білдіреді. Келесі, көк түсті тік төртбұрыштарды санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Балалар, бұл 6 қандай самсаны көрсетіп тұр? Әрине, ет қосылған самсаны көрсетіп тұр. Олай болса, көк түсті тік төртбұрыштар ет қосылған самса. Жасыл түсті тік төртбұрыш санайық. 1, 2, 3, 4, 5. 5 жасыл түсті тік төртбұрыш бар. Ал бізде қандай самса 5 дана? Әрине, орам жапырақ қосылған самса 5 дана. Олай болса, жасыл түсті тік төртбұрыштар орам жапырақ қосылған самсаны білдіреді. Балалар, осы бүгінгі жаңа тақырыбымызды толықтыру барысында бейне жазбаға назар аударайық. Сенің алдыңда қағаз қорап. Қораптың сыртындағы белгіні көрдің бе? Сен қалай ойлайсың? Ол нені білдіреді? Дұрыс, бұл қораптың ішіндегі затты құрғақ жерде сақтау керек деген белгі. Мұндай белгілер
пиктограмма деп аталады. Пиктограмма символ ретінде пайдаланылатын сурет. Пиктограмма белгілі бір мағлұматты бейнелейтін кескін. Балалар, мұқият пиктограммаға назар аударайық. Мына берілген пиктограммалар нені білдіреді? Бірінші суретте балалар, мына балалар туралы не айтуға болады? Мәнерлеп сырғанау ма, баскетбол ма, кедергілер арқылы жүгіру ме, немесе эстафета ма? Қалай ойлайсыздар? Әрине, бұл эстафета. Эстафета таяқшасын келесі оқушыға ұсынып жатыр, е? Келесі. Мәнерлеп сырғанау. Қай суретте бейнеленген? Мұқият қараймыз суретті. Әрине, үшінші суретте мәнерлеп сырғанау көрсетілген. Келесі, баскетбол. Балалар, біздер бәрімізде баскетбол ойыны қалай ойналатынын білеміз. Баскетбол ойынын доппен ойнайды, е? Олай болса, төмендегі сурет ол баскетбол ойынын көрсетіп тұр. Келесі, кедергілер арқылы жүгіру. Мінеки, кедергіден секіріп жүгіріп бара жатқан оқушының суреті. Енді балалар, біз тексерейік. Егер де қате болса қызыл түске, дұрыс болса жасыл түске боялады. Бізде барлық тапсырмада дұрыс екен. Жарайсыздар. Бұл Азат. Азат 7 жаста. Ол 1-ші сыныпта оқиды. Азаттың бойы 125 сантиметр. Шынымен де Азаттың бойы өте ұзын. Азаттың бойы 1 жаста 75 сантиметр болды. 2 жаста 88 сантиметр. 3 жаста 97 сантиметр. 5 жаста 100 сантиметр. 7 жаста 125 сантиметр болды. Осы мәліметтерді диаграмма деп аталатын сурет арқылы көрсетуге болады. Қарашы, онда Азаттың жасы және оған сәйкес бойының ұзындығы көрсетілген. Бұл Азаттың бойының диаграммасы. Балалар, біз бүгінгі сабағымызда диаграмма тік төртбұрыш пен шаршыдан тұратынын, ал пиктограмма сурет пен таңбадан тұратынын білдік. Енді мына жердегі тапсырманы бәріміз бірге орындап көрейік. Серікте 8 түрлі түсті қарындаш және 2 жай қарындаш бар. Ал Нұрәліде 7 түрлі түсті қарындаш және 1 жай қарандаш бар. Серік пиктограмма, ал Нұрәлі диаграмма құрды. Балалардың қайсысы тапсырманы дұрыс орындады? Балалар, біз білеміз, пиктограмма ол суреттерден тұрады. Мінеки, қарандаштардың суреттері бұл серіктің құрған пиктограммасы. Қайны бәріміз бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 түрлі түсті қарындаш. Жай қарындаш. 1, 2, 2 жай қарандаш. Балалар, серікте неше түрлі түсті қарандаш бар? 8. Сонда серік бір қарандаштың суретін салуды ұмытып кеткен. Сонымен серіктің құрған пиктограммасы қате. Келесі, Нұрәлінің диаграммасын тексеріп көрейік. Қайны бәріміз бірге санаймыз.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Және бір жай қарандаш. Нұралиде неше түрлі түсті қарандаш болды? Иә, 7 түрлі түсті қарандаш болды. Сонда Нұралінің құрған диаграммасы дұрыс екен. Енді оқулықтың 97-ші бетін ашамыз. Үй тапсырмасын мұқият тыңдап орындаймыз. Шығарып көр. Данияр мен Жанат аналарына ыдыс жууға көмектесті. Балалар әрбір жуған тәрелке үшін қораптан бір құрт алып отырды. Кімнің жуған тәрелкесі көп және қаншаға көп? Балалар, біздер білеміз, қанша көп немесе қанша аз екенін білу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Келесі, спорттық жетістіктерді диаграммаға салып сызамыз. Балалар, сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.